Неліктен видеоблог және ол неліктен кітап туралы болмақ. Өйткені шынымды айтайын, соңғы кездері кітап оқуға мүлде қолым тимей кетті. Тіпті кітапты қолыма алмайтын болып кетіппін. Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге мен Марфуға Шапиян. Негізі бұрынырақ өзім бір адамдай-ақ кітап оқитын едім. Кітаппен кәдімгідей ақ дос болатынмын. Ал кейінгі уақытта байқаймын, техникаға тым иек артып кеттім бе, әлде басқалай ма, кітап оқуға мүлде уақыт таппайтын болыппын. Сондықтан осы оқулықтың орнын толтырайын деп әр сіздерге есеп беріп отырсам, аз да болса өзімді өзім қолға аламын ғой деген оймен кітап туралы видеоблогымды бастап кеттім. Менімен бірге сіздер де оқыңыздар, барлығымыз бірге оқиық. Бұл видеоблогты бастау көптен бері ойымда жүрген болатын. Алғашында мен бір аптада бір видеоблог жүргізіп, бір кітап оқып, соны түсіріп сіздерге көрсетіп отырамын деп ойлағам. Бірақ қаңтарда бастаймын деген дүнием әлі мені осы кезге дейін жалғасып келе жатыр, әлі бастай алмай келе жатырмын. Бірақ кітаптарды көптеп алып қойдым, оқимын деп. Олардың бірнешеуін оқып та үлгердім. Биылғы жылдыққа алғаш оқыған кітабым ол міне Зейнеп Ахметованың «Әзіліңді сағындық» атты, өзінің жұбайы Бақытжан Момышұлының әзілдерін сағынып, өзін сағынып жазған кітабы «Әзіліңді сағындық» деп аталады. Әрине, осы кезге дейін біз Зейнеп апамыздың көптеген деп қоям, екі кітабын оқыдық. Оның алғашқысы «Шуақты күндер», бұл Бауыржан атамыз туралы жөнінде болса, екіншісі «Бабалар аманаты», тек қана Бауыржан атамыз жөнінде емес, өзінің анасының аманаты жайында, жалпы өмірден көрген білгені, түйгені жайында жазғанын білеміз. Оны оқып, Зейнеп апамыздың жалпы жазушылық қырына болсын, оқырманға ойын жеңіл жеткізе алатын бір ерекшелігіне болсын, қатты риза болған болатынбыз. Бұл «Әзіліңді сағындық» кітабы өте жеңіл оқылады. Көп жерінде күліп те алдым, тіпті маңайымдағыларға да айтып беріп отырдым. Әсіресе Зейнеп апамызға әзілдеп кобра деу, ол кобраның шығу тарихы мынандай екен. Бірде үйге қоңырау шылдырлады дейді Зейнеп апамыз. Қоңырау шылдырлап барып алып қойдым. Сосын жаныма Бақытжан келді сол кезде. Келіп, не болды, кім екен деп сұраған кезде айтам, осылай біреу нөмірмен шатасқан ау деймін. Ты где ходишь, кобра деп маған айғай салды деп сөйлеп едім. Ол сені дауысыңнан қалай таныған деп әзілін бастайды. Міне содан бері Зейнеп апамызға кобра деген ат жабысып, кейін Бақытжан атамыздың талай әзіліне, талай сондай бір шымшыма сөздеріне арқау болады. Және де Зейнеп апамызға бір риза болған жерім, ол соның бәрін жасырмай, халық өзі де ол Бақытжан ағамыздың әзіліне, өзі туралы әзілдеріне өзі қосыла күліп, сондай бір жылы қабылдап, әрі оған оқырманға ұсынған, сондай пейіліне риза болдым апамыздың. Ал енді мен осы алғашқы видеоблогымда бұл кітапты өзім оқып бітірген соң, енді сіздер, егер Алматыда болсаңыздар, Айгүл Болатханқызы апамыздан бұл кітапты ала аласыздар. Және де мен бір шағын, қалай айтсам екен, менен сіздерге сыйлық болсын, өзіме тиесілі оқып бітірген кітабым болса, оны өзімнің көрермендеріме, оқырмандарыма сыйлыққа тарту етіп тұратын боламын деп шештім. Өйткені қазіргі білесіздер, кітапты үйде көп жағдайда кітап қоятын орын болмайды, басқа болмайды. Әзірге өзімнің кабинетімде, жеке кітапханамда жоқ. Сондықтан алдымен сол болған кезде басқа кітаптар жинап аламын деп ойлаймын. Ал әзірге кітаптарымды осылай сыйға тартып тұрамын деп шешім қабылдадым. Ал менің мына «Әзіліңді сағындық» кітабыма ие болу үшін сіздер каналыма жазылыңыздар, және менің осы видеоның астына бұл кітапты не үшін оқығыңыз келетінін жөнінде пікір қалдырсаңыз, іштеріңіздегі бір ең ұтымды пікірге, ең бір шын қалаған, осы кітапты алуды шын қалаған адамға мына кітапты сыйлайтын боламын. Ал сонымен қатар менің осы айда оқуым тиіс тағы бір кітап, мына Кэтрин Будың кітабы болып саналады. Бұны мен Назым құрбым берді. Оқуға, Алла қаласа, алдағы уақытта оқып сіздерге таныстыратын боламын деп ойлаймын.
Содан кейін тағы бір кітап, бұл да Назымның берген кітабы, бұл Харпер Лидің «Убить пересмешника» кітабы. Бұл да ойлап отырған шығарсыздар, іштеріңізден әлі оқыған жоқсың ба деген секілді, бірақ расымен де әлі оқыған жоқпын. Бұл кітап туралы көп естідім. Атағы жетті дегенмен өзі менің қолыма түсе қоймаған болатын. Енді Алла қаласа оқимын деп ойлаймын және сіздерге тапсыратын боламын. Одан келесі кітап бұл Әшірбек Сығай ағамыздың өткен жылы өмірден өткен белгілі театр сыншысы Әшірбек ағамыздың Жан сарайы кітабы. Мұны да Алматыға барған сапарымда Айгүл Болатханқызынан сатып алған болатынмын. Негізінен сұхбаттары енген ағаның, сол сұхбаттардан енді біз журналист болғаннан кейін көп сұхбат аламыз, көп адамдармен әңгімелесуге тура келеді, кішкене болса да өзіме тәжірибе жинасам деген оймен осы кітапты алдым. Енді Алла қаласа оқып шығуым керек. Содан кейінгі тағы бір кітап, бұл біздің адамзаттың ең абзалы, ең ұлысы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны жайлы Осман Нұриев Топбаштың кітабы болып табылады. Бұны да алдағы уақытта осы оқып жатырмын, жақында бітіп қалуым керек. Сол кезде сіздерге жеке видео түсіріп айтып беремін. Ал келесі кітап бұл Тұрсынжан Шапайдың атақты күлкі және көз жасы деп аталатын кітабы. Бұл барлықтарыңызда жетіп, қолдарыңызға жеткен шығар, алған шығарсыздар, оқып та үлгерген шығарсыздар, бірақ мен әлі оқыған жоқпын. Тек алып қойдым. Алла қаласа, бұл да алдағы осы наурыз айының еншісінде бұйырса оқитын боламыз. Сосын тағы бір мен оқиын деген кітап жоспарымдағы Есей Жеңілсұлының «Мынау ғазиз дүние» деген кітабы. Бұл да алдағы оқитын кітаптарым қатарында. Өйткені мен негізі бұны өзім жиендеріме деп сатып алғанмын, бірақ жиендеріме берместен бұрын өзім оқып шығуым керек. Өзім оқып шығып, танысқаннан кейін, Алла қаласа, жиендеріме тапсыратын боламын. Жалпы кітап туралы көп әңгіме айтуға болады, бірақ осы жерден тоқтайын. Кітап біздің досымызға айналсын. Буктюбымдағы келесі видеода кездескенше өздеріңізбен каналыма жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар.